Дана халқымыз ежелден қарттар үйдің қазынасы деп ерекше құрмет көрсетіп, қадір тұтқан. Қарттарым қазынам деп қарайтын, біздің қоғамда үлкенді сыйлау, қарияны құрметтеу дәстүрі қазақ халқының ата салт екені белгілі. Ұрпақтар сабақтастығы жарасыммен сақталса, елдің берекесі де, мерекесі де таусылмас анық. Бейбіт заманның қадірін білетін, қадірлілеріміздің ақылы дария, өмірі өнеге. Ал қазақтың өнер деген ұлы құрметіне кім-кімнің де ортақ екендігі мәлім. Осыдан 20 жыл бұрын Арқалықта қалалық ардагерлер ұйымының жанынан қазына ардагерлер хоры құрылған болатын. Игі істің ұйытқысы болып, алғашқы ұйымдастырушысы, өнер жанашыры Кәки Яқан және ұжымның музыкалық жетекшісі Әмина Сарманқызы болды. Хордың алғашқы құрамында Қазбек Юпов, Ықылас Ғұбайдуллин, Елизавета Шепкина, Айман Серкешева, Татьяна Маевская, Вера Фаткина, Тұрсынкүл Ордабаевалар болды. Алдарына биік мақсаттармен қатар жас ұрпаққа үлгі өнеге болуды ерекше мұрат тұтқан жандар еді. Кейінгі құрамда Орекен Алматов, Жұмағали Өмірбек, Жәнібек Ғаппасов, Боранбай Әбенов, Бейсенбай Ержанов, Сапар Нұрғалиев, Қайырден Жиенбаев, Дүрияш Жұмабаева, Бақытжамал Қалтаева, Рая Хасенова, Әлия Әубәкірова, Айгүл Ерғалиева, Фариза Әубәкірова, Балтабай Құрманов, Рая Байкөбен, Валентина Миронова, Бөлтірік Молдашев, Қарлығаш Жақыпбековалар көп дауыста хор шығарып, өнер сүйер қауымға ұсынды. Бұл күнде хор құрамы Ырысбике Бимағамбетова, Сәндібек Жүнісов, Кеңшілік Омаров, Ғали Әлмішев, Бәтима Махмудова және тағы да басқа зейнеткерлермен толықты. Халықты қазына ардагерлер қорында Гүлнұр Баяхметова музыкалық шығармаларды орындаушылар тобын басқаратын жетекші. Ол музыкалық шығармалардың екпініне, динамикалық ырғағына, бет құбылысы, қас-қабақ, көзқарасы мен ымдау, қол қимылдары, яғни қалыптасқан дирижерлік тіл арқылы жетекшілік жасайды. Ал 4 түрлі жанды дауыста орындалатын музыкалық шығармалардан саз сырнайдың түймелері арқылы әуенді сүйемелдеуші Салтанат Хамзинаның еңбегі де мақтанышпен айтарлықтай. Талайды өнерімен тәнті еткен халықтық қазына ардагерлер қорының бұл күнде жеткен жетістіктері де аз емес. 2014 жылы Қостанай қаласында ұлы жеңістің 70 жылдық мерекесіне арнайы ұйымдастырылған байқаудың жеңімпазы, 2015 жылы Астана қаласында өткен Қайран ерлер қаһарман ардагерлер атты республикалық байқаудың жүлделі 3-ші орын иегері атанса, 2016 жылы Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің жарлығымен халықтық атағы берілді. Өнерлері өрлеген халықтық қазына ардагерлер қоры Астана, Қостанай қалалары мен Жарқайың, Амангелді, Жангелдин аудандарында бірнеше мәрте гастрольдік сапарлармен барып, халықтың ыстық ықыластарына бөленіп жүр. Сонымен қатар қаламызда өтетін мерекелік іс-шараларға қатысып, өнерлерін көрсету де дәстүрге айналған.
Халықты қазына ардагерлер хор ұйымының ішінен құрылған ұлт аспаптар ансамблі де Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Боранбай Әбеновтың тікелей жетекшілігімен күмбірлеген күйлерімен бірге жеке орындаушыларының өнерлерінде паш етіп жүр. Бұл орайда басты мақсат ұлттық мәдени мұраны сақтап, болашақ ұрпаққа жеткізу, ұлттық аспаптарымызды насихаттап, өнерге деген қызығушылықты арттыру. Аузы дуалы аталы сөз айтатын баталы қарияларды, өз қадірін білетін, көреген адал ақ жаулықты әжелерді ерекше қадір тұтқан елміз. Асыл әжелер ансамблі 2024 жылдың маусым айында қалалық аналар кеңесінің жанынан құрылды. Құрамында бұл күнде зейнеткерлікке шыққан алтын алқалы аналар, ақ желеңді дәрігерлер, ұлағатты ұстаздар, сөз зергері журналистер бар. Ансамбль жетекшісі бұл күнде 80-нің сеңгіріне шыққан Бақытжамал Қалтаева да өзінің ұйымдастырушылығы, біліктілігі мен білімділігінің арқасында аянбай еңбек етіп келеді. Өнер ұжымы өңір мәдениетінің дамуына өлшеусіз үлес қосуда. Кейінгі буын өнеге алатын, талайыстың басында жүрген ақ жаулықты аналар ұлттық тәрбиені ұлықтап келеді. Отбасының ұйытқысы бола біліп, ізгілік қасиетімен дараланған аналар қауымы қоғамдық жұмысқа да белсене атсалысады. Қаламыздағы оқу орындарына арнайы барып, әр тақырыптарда ұрпақ тәрбиесіне тиесілі тағылымы мол тәрбие сағаттарын өткізіп отырады. Қашанда айналасын ізгілік нұрына малындырып, мейірім шуағына бөлейтін, салиқалы болмысынан таймайтын, бірлігі бекем, тірлігі түзу, ниеті ортақ, асыл аналар ансамблі де әуезді әуендерімен көпшілік құрметіне ие. Қазақ халқының ежелгі дәуірлерден қалыптасқан қазыналы дәстүрлерінің бірі ғана емес, сол игі дәстүрлердің ең озығы өскелең ұрпақпен қалыптасқан
рухани қазынасы екендігі, ғасырлардан ғасырларға жалғасып келе жатқан асыл мұра. Ал сол асыл мұраны дәріптеу қоғамның басты міндеті болып табылмақ. Сондықтан да Арқалық қалалық ардагерлер ұйымы қоғаммен үндесіп, жан-жақты жұмыстар жүргізуде. Арқалық қаласы мен елді мекендерін қоса алғанда жалпы 4967 зейнеткер бар. Енді біздің қалалық ардагерлер ұйымының басты мақсаты осы зейнеткерлердің әлеуметтік тұрмыстық жағдайларын зерделеу және сонымен бірге осы кісілердің бос уақыттарын тиімді ұйымдастыру болып табылады. Осы кісілердің арасында жұмыстарды ұйымдастыру үшін бізде қалада белсенді ұзақ өмір орталығы клубы дейміз ашылды. Белсенді ұзақ өмір клубында 7 үйірме жұмыс жасайды. Оған 70-ке жуық ардагер қамтылған. Егер ол үйірмелерді атап айтатын болсақ, бірінші оған ән үйрету үйірмесі, еңбек терапиясы, бильярд, скандинавиялық жүріс, йога жаттығулары, суға жүзу сияқты үйірмелер жұмыс жасайды. Бұның арнаулы жетекшілері бар. Спорт бөлімінің және мәдениет бөлімінің 3 әлеуметтік тапсырысын конкурсқа қатысып жеңімпаз болдық. Оның біреуі зейнеткерлер арасында спорттық жарыстарды өткізу. Біз қазіргі таңда 10 шақты спорт түрінен жарыстар зейнеткерлердің арасында жыл бойы өткізіліп жатыр қазір. Одан кейін мәдениет бөлімінен бөлінген 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күні және 22-ші наурыз ұлттық мерекемізге байланысты жарияланған конкурста да біздің ардагерлер ұйымы жеңімпаз болып танылып, оған көптеген жаңа іс-шараларға ардагерлерді тарттық. Биылғы жылы осы қордың мүшелерін Торғай өлкесінің тарихи орындарына саяхатқа алып шыққалы отырмыз. Онда енді негізінен Торғайдың киелі орындарын таныссын, білсін деген мақсатпен және сонымен бірге осы Жангелдин ауданына барып сол өз өнерлерін көрсетті. Күні кеше 9-шы осы маусым күні Қазына қоры өзінің қала тұрғындары алдына есепті концертін берді. Концерт жоғары деңгейде өтті деп халық бағалап жатыр. Алдағы уақытта сол кейінгі толқынмен осы қордың құрамын толықтыратын боламыз. Ардагерлер ардақтасын қан майданда көрсеткен бейбіттің ең ұлысын ешелер мал мөшер